Тамыры тереңге жайылған бәйтеректей Сұлтан ата мен Назипа ананың шаңырағында 1951 жылы 20 маусымда ат ұстар дүниеге келді. Оның есімі Әділ еді. Балаға қойылған есім оның тағдырына әсер береді деп жатады. Расында да Әділ атына заты сай, аз ғұмырында ешкімнің ала жібін аттамаған адал, ақылды, сабырлы, қарапайым болып өсті. Қай ортада жүрсе де еңбексүйгіштігімен, жайдарлы мінезімен тартымды еді. Бала әділ, бозбала әділ, жігіт әділ. Осы жолдарда бір қалыптылықтан айныған емес. Бала әділ жақсы оқыды, тәртіпті оқушы болды. Бозбала әділ отан алдындағы борышын адал өтеп келді. Жігіт әділ 1976 жылы еңбек жолын енді бастаған салмақты да сабырлы, білімімен өз қатарластарынан озықтығымен тұлғаланған жас ұстаз Райханмен бас қосты. Жұптары жазылмай, отбасында да, қоғамдық ортада да жұлдыздары жарық болды. Дүниеге 3 перзент келді. Кенет ызғарлы суық күзі қарашаның, кілт үзілді әуені тамашаның. Шүпірлеп 3 балапан қала берді, лажын таппай ажалға арашаның. Жалындаған жастық шағында жары жесір, балалары әкесіз қалды. Сағынышты жүрекке тұмар етіп, айтар сыры ішінде сақтаулы. Руслан 7-де, Әсет 5-те, Дархан 2-де қалған. Балалықпен ерте қоштасқан Русланның әкеге айтары көп ақ. Қолыма ескі альбом барақтадым. Сарғайған суреттерге қарап қалдым. Әкеме көзім түсті. Айналайын, армысың, бармысыңдар қарақтарым, дейтіндей күлімсіреп қарай қапты. Шашы мен мінезі де қалай қатты. Сөйлейді көне сурет көп жылдардан, еске сап естелікті талай тәтті. Қабырғаға ілмеуші портретті, альбомға жинаймын бар суретті. Бүгін міне ақтарып отырғанда толқытты. Әке шешем жан жүректі. Қайран әке, мен сенің қисық шегең, сен дүзеткен мінезбен, түйсікпенен, анам жаққан ошақтан жылу алып жүріп келем, қара жер күртікпенен. Шарға ұқсаған болдым ба қара балтаң, ер болдым ба далиған таламда тән. Жүз қайтара қисайған қырсығыңды, мың қайтара қайтерем, қарамасаң. Қайран әке. Әділдің жары Райханның 40 жыл бойы бойын билеген ішкі толғанысын қалай жеткізуге болады? Азаматы өмірден өткен әйелдің жүгі ауыр болатыны рас. Райхан ананы сөйлетсек, ол жары Әділмен күн сайын іштей бұлайша сырласады. Әділ, ардақты азаматым, өрімдей жас балалармен маған аманат жүктеп, өмірден тым ерте кеттім, қайтейін. Шәкіртім, қайнар ақынның өлең жолдарын күбірлеп, ішімнен қайталай беремін де, ұлдарымның ішкі тебіренісін 62 тамырымен сеземін. Тауым шөгіп қорғаным құлағаны, әкем қайтып, анамның жылағаны. Әкесіз ұл шатырсыз үй секілді, күн жауса, іргемізден су ағады. Осы жолдар біздің өміріміздің айнасыз суреті секілді. Есіңде ме? Жаңадан салынып жатқан үйіміздің сен кеткенде шатыры салынбаған еді. Бірақ
Дүние емес, дос жинаған сенің ақ, адал достарың көп ұзатпай-ақ шатырды көтерді. Ал біз тағдырдың жүгін көтердік. Бұғанасы қатпаған балапандарыңды қанаттандырып, ешкімге жәутеңдетпей, еңсесі биік, елдің азаматы ғып өсіру үшін барымды салдым әділ. Кей кездері бәрі жақсы сияқты болып көрінгенмен, ішімнен бірдеңе қинайды. Ешкім ренжітпесе де жылағым келеді. Ұйықтасам да шаршап оянам. Күлемін, бірақ шынайы емес. Ішімде бір үнсіз соғыс болып жатқандай арпалыс. 40 жылға созылған арпалыс. Жаңғырар қайта сол күндердің елесі, уақыт шіркін, бәріне болар төреші. Руслан, Әсет, Дархан сенің тұяғың, бүгін міне бір-бір үйдің иесі. Русланның Жанатпен, Әсетің Гүлданамен, Дарханның Гаухармен бас қосып, немерелерімнің асыл әжесі атанып отырмын, шүкір. Руслан мен Жанатың келін түсіріп, ата, ене атанды. Сенсіз өткен тойларда сенің есімің бірінші аталды. Сенің атың ұлықталды. Ұлдарыңды етек жеңін жинап, естері кірген сәттен бастап қасыма ертіп жүріп, қуат елінің той жиынынан қалдырмадым. Азаматтарың бүгінде ағайынмен біте қайнасып, әке есімін асқақтатып жүр. Өмір деген теңіздің асау толқынының арпалысынан аман алып қалған, жайдарлы күнде теңіз бетінде еркелетіп толқытқан жандарды ешқашан ұмытпаймын. Сүйінетін жар болған жаратушыма, қолдаған ағайын туыс бауырларыма, қолпаштаған достарыма, тірек болған ұжымыма рахметімді айтып, 40 жыл еткен дұғамызды Алла қабыл етсін деп тілеймін. Я, өмір теңіз, уақыт ескекпен есіп өте бересіз. Жағалауда қалып қойған жандарды қимайсыз, сағынасыз, жақсы естеліктермен бөлісесіз. Бүгінгі Сұлтанұлы Әділдің рухына бағышталған Құран қабыл болсын. Ұрпақтары атасының қандай әділ жан болғандығын танып, мың жасасын.